Қайырлы күн біздің табысты кәсіпкерлер. Бүгінгі сабағымыз өзіміздің товарымызды топқа шығару. Яғни бірінші, екінші қатарда өзіміздің товарымызды шығару. Товарды топқа шығарудың да бірнеше әдісі бар. Платный бар және бесплатный бар. Ең бірінші бесплатныйынан бастайтын болсақ, ол инфографика деп аталады. Инфографика дегеніміз главный страницасындағы фотомыз. Ол фотода мысалы товар тұрса, қасына подарок, минус 5% деген сияқты өзіміз Canva деген тегін сайтпен жасай аламыз. Яғни ортасында өзіміздің товарымыз тұрады, товардың жан-жағына өзіміз сатып алудан бас тарта алмайтындай ұсыныстарды жасаймыз. Мына жерге бонус 10% дейміз, подарок дейміз, плюс мысалы мына мышканың қасына плюс тағы да бір қосымша подарок ұсынатын боламыз. Оны біз инфографика дейміз. Инфографикада бесплатный Canva деген приложение, яғни жаңа товарымыздың жан-жағына суреттер қою үшін, жазулар жазу үшін. Ал Remove деген программа ол фонды удалить ету. Обычно біз осы екі программамен жұмыс жасаймыз. Екінші инструмент товарымызды топқа шығаратын ол SEO оптимизация деп аталады. SEO оптимизация дегеніміз не? Мысалы біз сумка салатын болсақ, сумка сататын болсақ, сумканы әйелдер қауымы қалай іздейді? Сумка через плечо, летняя сумка, сумка осень-весна, сумка на повседневку деген сияқты кілт сөздерді описаниеде жазу арқылы біз SEO оптимизацияны құрай аламыз. Яғни SEO оптимизация кілт сөздерді өзіміздің текстімізді, өзіміздің детали деген жерде, карточка создавать еткен жерімізде толтыру арқылы біз өзіміздің товарымызды бірінші поисктан бірінші шығатындай болып жасай аламыз. Уже самовыкуп деген уже платный түрлері. Самовыкуп деген мысалы менің товарымды, менің танысыма, пожалуйста, менің товарымды ал деп өз товарымызды таныстарымызға алғызып, ақшасын төлеп сатылымды арттырамыз. Ол бізге не әкеледі? Ол бізге біріншіден отзыв әкеледі, екіншіден сатылымның санын көбейтеді, үшіншіден қаралымды көбейтеді. Яғни сатылым болған сайын біздің рейтингіміз өседі. Отзывта бізге керемет көмектесетін құрылғы. Сондықтан біз самовыкуп жасаймыз. Төртіншісі таргет. Таргетті қалай жасаймыз? Әдетте біз таргетті білеміз, таргет рекламаларды Инстаграмнан, Ютубтан, ТикТоктан. Только бұл жерде таргеттің жүретін жері Ресей деп настройкасын жасап, әрі қарай таргет арқылы біздің Wildberries-тегі товарымызға өтетіндей жарнаманың настройкасын жасаймыз. Яғни таргетте Wildberries-тегі товарымызды жарнамалаймыз. Бесінші әдіс, бұл да платный әдісі, уже бұл Яндекс, Гуглдан біздің товарымыз бірінші шығатын реклама түрі. Мысалы, сумка десек, сумка деп әйелдер іздесе, мысалы, бірінші біздің сумкамызды шығарып беретіндей бұл рекламаның түрі. Инфографика және SEO оптимизация ол ең өтімді, ең мощный инструмент бұл жерде топқа шығаратын. Бұл екеуі тегін. Мына үш платныйды жасасаңыздар да, жасамасаңыздар да болады, бірақ мына екі тегін дүниені қолдану әбден керек. Бүгінгі сабағымыз осы товарды топқа шығару. Келесі сабақта уже упаковка, товарымызды қалай упаковаттап складқа жіберетіміз, соны айтатын боламыз. Келесі сабақта кездескенше.